Армысыздар, Тимур Сержанов YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін депутат қандай болу керек деген тақырыпта әңгіме қозғамақпыз студиямызға. Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі, республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Төлеубек Мұқаш мырзаны шақырып отырмыз. Төлеубек Төлеуұлы, қош келдіңіз. Енді бұл тақырыпты әңгіме жүргізуге өзіңізді жайдан жай шақырған жоқпыз, себебі енді өзіңізді кезінде осы мәслихаттың да, парламенттің де депутаты болдыңыз, Алматы қалалық мәслихатында депутат болдыңыз, одан кейін Сенаттың депутаты болдыңыз. Сондықтан осы бүгінгі заманғы депутат, жалпы депутат қандай болу керек деген сұраққа байланысты айтарыңыз бар деп ойлаймыз. Сондықтан студиямызға шақырып отырмыз. Рахмет, уақыт тапқаныңызға. Енді биылғы жалпы мынау депутаттардың сайлауы бір жаңашылдықпен өтті ғой, бір жағынан болса да. Дегенмен бүгінгі күні бұлай қарап отырсақ, депутаттардың мейлі ол жаңағы мәслихат депутаты болсын, мейлі ол жаңағы парламенттің депутаты болсын, қоғам тарапынан сәл де болса көңіл толмаушылықтар айтылып жатады. Неге олай болып отыр? Оны қалай жоюға болады? Жалпы депутат қандай болу керек қоғамның сеніміне ие болу үшін? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Депутаттар қандай болу керек деген сұрақ. Олардың енді мына заманауи өздерінің бір портреттері болу керек. Соны біз талдап, өзіміз соны зерттеп, мынандай неге шығарымға келдік. Ол енді мына біздің жергілікті өзін өзі басқару, сол мына президенттік жолдауында айтқан былтыр қайтадан жаңа заңды шығару керек деп. Қазір мәжілісте сол заңнама жатыр, талқыланып жатыр. Ол заңнаманы жаңағы біздің депутаттар да, барлық деңгейдегі депутаттар. Қандай заң? Өзін өзі басқару заңы. Қазір талқыланып жатыр. Иә, бізде бұрын мына жергілікті мемлекет басқару және өзін өзі басқару бір заң болатын. Енді мемлекет басқару өзі бөлікше, өзін өзі басқару бөлікше заң етіп отыр. Содан жаңағы біз енді жаңағы айттым ғой, күшті мәслихат, күшті депутаттар деген. Сонда енді депутаттардың қандай болу керек дегенде мынандай ұғымға келдік. Енді депутат деген ол енді халық қалауы, халыққа шын ниетіменен, өзінің жаңағы еркіменен келген жігіттер, біздің тұлғалар. Олар енді білімді, білікті, өмір тәжірибесі бар, тіршілігі бар, кәсіби мекеме болсын, істейтін адамдар, сондай адамдар болу керек деп ойлаймыз. Енді ол депутат сондай өзінің халқына, еліне жан ашып жұмыс жасаса, үкімет жағынан оларға жақсылап жағдай жасау керек. Ол мұны қаржыландыру мәселесі, жаңағы олардың жаңағы методический материалдарыменен оларды оқыту керек, оларды үйрету керек, оларды тәжірибе алысу керек. Өйткені олар негізгі жұмысынан қоғам ретінде жұмыс жасайтын мәслихаттарда. Сол жағынан қоғамдық негізде ешқандай ақы алмайды ғой. Жоқ, ақы алмайды, ештеңе алмайды. Соған енді өкімет сондай жағдай жасау керек. Сонда жаңа президенттің айтқан күшті регион, күшті аймақтар, күшті мәслихат қалай болады? Ол күшті депутаттан құралады. Күшті сондай білімді депутаттардан. Енді жаңа депутаттың қандай болу керектігі жайында бір сипаттама беріп өттіңіз. Сол сипаттамаға қазіргі депутаттар сай ма? Енді қазір сайлау өтті. Алдыда 5 жыл жұмыстары бар. Мынау жаңағы өзіңіз айтқан сайлауда 70-80% бәрі жаңадан келген депутаттар. Сол салада бұлардың енді элементарный жаңағы білім, депутаттықтың жолдары не болу үшін оларды әрине оқыту керек. Әрине мына заманға сәйкес, соны кейін біздің президент айтты ғой, мына үздіксіз әрбір қазақстандық оқыту керек, өзін өзі дамыту керек, әркім өзінен бастау керек. Мәслихат депутаттар туралы айтып отырсыз ғой. Сонда мәслихат депутаттары депутаттық жұмысты білмей ме сонда? Жоқ, олар бәрі енді өзінің негізгі жұмысы басқа ғой. Біреу мектеп саласында, біреу жаңағы құрылыста істейді, біреу неде. Мына депутаттық жұмыста бұл енді саяси жұмыс, бұл заңгерлік жұмыстар болғаннан кейін олар жаңағы
ең күрделі нелердің бәрін оқу керек, білу керек. Біздің заманымыз сәйкес қазір бәрі өзгеріп жатыр. Технологияда, ғылымда, бәрі де уже адам нетпей жатыр. Сол ғой президенттің айтып жүргені, үздіксіз оқу керек, әрбір біздің азамат қазақстандық деп. Ал енді депутат халық қалаулы болғаннан кейін ол 2-3 есе алдыда жүру керек. Сол саладан жан-жақты білім алып, жан-жақты тәжірибені нетіп, ол мына халыққа солай қызмет ете алады. Мәслихаттар мынау кейде аудан әкімінің, аудан басшыларының, облыс басшыларының айтқанынан шыға алмай қалып жүрмей ме? Қаншалықты тәуелсіз жұмыс істейді? Жоқ, енді заман өзгеріп келе жатыр. Мына көріп жатсыз, мына президент келіп, уже жаңағы реформалар болып жатыр. Уже жаңағы мына журналистер, ақпарат құралдарында уже ашық бәрі айтылып жатыр ғой. Ол енді түзелі бәрі келеді. Бұрынғыдай емес қой қазір, Жоқ, бұрынғыдай емес. Қазір уже бәрі демократияландыру жұмысы бәрі бірде келе жатыр ғой. Бірақ енді может ойдағыдай шығар емес, бірақ ол бәрі келе жатыр. Қазір мына ақпараттан, елдің айтып отырған пікірлерінен, ұсыныстарынан бәрін көруге болады, олар айтып отыр ғой. Біздің енді ел болып, чиновник болсын, жаңағы депутаттар болсын, мақсатымыз бір ғой, елді көркейту, тәуелсіздігіміз сақтау, жұрт аман, ел тыныш болу керек. Сондай құндылықтарды нету керек. Бүгінгі мынау жаңаша тәртіппен сайланған мәслихат депутаттары бұрынғылардан ерекшелене ме? Жалпы жұмысы болсын, белсенділігі болсын, мәслихаттардың жұмысы жанданды ма? Қалай қарайсыз? Енді уақыт аз ғана өтті. Қазір мен енді баға бере алмаймын. Бірақ олардың мына мен енді өңірлерде бәрімен кездесіп жүрмін. Мынау өздерінің бәрі мынау жаңа Қазақстанға сенімі, өзіміздің қолымыз келеді, біз де өз үлесімізді қосаламыз деген ондай керемет мынандай әр адамдар. Сондай мүмкіндік бар екенін сезініп отыр. Соны сезініп, қазір олардың керемет мына шабыты нетіп отыр. Жанып отыр. Сол уақытты жіберіп алмай, біз соны уақытында мына үлкен буындар оқытып, соны жол көрсетіп, тәжірибені, соны кейін мына ұстаздар, солар жол көрсетіп, қазір оларды жолға салу керек, дұрыс көрсету керек. Соныменен алды 5 жыл жұмыс бар енді олардың. Соған менің өзім, мына менің тәжірибем де бар, жасым да келді. Қазіргі мына келген жаңа депутаттарға мына ерекше мәслихаттардың соған сенім бар. Қазір қарап отырсақ, мынау қордаланып қалған, шешілмей жатқан жылдар бойы мәселенің бәрі өңірлерде ғой. Ауыз су болсын, жол болсын, мектеп, медицина болсын. Бәрі сол мәслихат депутаттарына үлкен жауапкершілік артылып отырған сияқты қазір. Сол аймақтарда ғой. Солардан мына жаңағы орталыққа олардан ұсыныстар керек. Өйткені ол сол жерін жақсы біледі. Мына жаңағы табиғат саласы болсын, экономика саласы болсын, өндіріс саласы болсын, ауыл шаруашылық саласы болсын, бәрі аймақтарда ғой. Ол жердің адамдар сол жерде туып өскен, сол жердің бәрін біледі. Олардың мына сапалы заң қабылдауына біздің парламентке қазір біз солардың ұсыныстарын бәрін жинап жатырмыз. Солардың айтқан нелерін, жаңа пікірлерін, ойларын, соны тәжірибелеп, біздің сенаттың жанында кеңес құрылған. Жаңағы сенат депутаттары менен жергілікті мәслихат депутаттарының бірлестігі. Сондай кеңес құрып, өйткені біздің жаңағы орталық органдардың барлығы аймақтармен өте тығыз жұмыс жасау керек. Үзілмейді. Енді міне қазір мына біздің сенат төрағасы Мәулен Сағатхановичтың жаңа шешіміменен қазір сенаторларда мына орталықта отырмай көбінесе аймақтарға барып кездесіп жатыр. Міне жаңа кеше ғана біз Маңғыстау облысына бардық. Сенаттың комитеті барып, сол жаңағы елдің тұрмысын, жағдайын, олардың пікірін бәрін тыңдап, солармен жұмыс жасап келді. Маңғыстаулықтар қандай мәселе көтеріп жатыр? Маңғыстаулықтар енді олар жаңа өзінің әлеуметтік жағын, оқу саласындағы жағын, содан кейін мына мұнайдан басқа өндірістерін өткізу, жұмыс орындары ашу деген сондай өте керемет не болды. Қандай ұсыныс айтып жатыр олар? Енді олар жаңағы барлығы де сол мына депутаттарға үкімет саласынан жасап жатқан жағдайларды жаңарту. Депутаттар қандай болу керек деген кезде, сипаттама берген кезде, ішінде біраз нәрселерді айттыңыз. Соларға қосымша мынау адалдық,
тазалық деген қасиеттер болу керек пе депутаттың бойында? Содан кейін өзіңіз жаңа бір жақсыны айттыңыз, сүйіспеншілік болу керек деп. Осы туралы тарқатып айтып беріңізші. Ең күрделі мынау әр депутатты менің өзім дүниетаным бойынша ол мына ең бірінші ол өзінің әулетінен бастап туып өскен жеріне, отанына, мемлекетіне, өзінің халқына деген жүрегіндегі сүйіспеншілік өшпеу керек. Оны да жолдары бар. Өзінде жүрегіндегі жаңағы махаббат сезімді, сүйіспеншілігіңді оны сақтау білу, оны дамыту білу, оны ары қарай кеңейту саласында сондай жағдайынан одан да жұмыс жасау керек. О жақ өнер болсын, мына искусство, мәдениет саласынан сол жағынан оны да тәрбиелеу керек әр адамды. Содан кейін мына екінші оның білімі, санасы жұмыс жасау керек. Ол жағы 8 қырлы бір сырлы, барлық саладан да оның білімі халықпенен жұмыс істегеннен кейін, оны басқарғаннан кейін, оны алдыға жылжыту не үшін керемет оған білім керек. Білім керек, тәжірибе керек. Содан кейін екіншісі, енді сүйіспеншілік болғаннан кейін оның жанашырлығы да болады, қамқоршы да болады, адамгершілігі де туады. Соның барлығы мына сүйіспеншіліктен туады. Сүйіспеншілік бар жерде жемқорлық болмайды, парақорлық болмайды, сыбайластық болмайды, жеке басының қамын ойлау болмайды. Қараңыз, мына өзіңізді, балаңызды сондай махаббатпенен, сүйіспеншілікпен сүйетін болсаңыз, сіз ол балаңызды ұрсамайсыз, ұрлай алмайсыз, одан өтірік айта алмайсыз, оны ештеңе жасай алмайсыз. Сол жаңағы Мағжан Жұмабаевтың кітабы бар, педагогика 20-шы жылдары сол кісі жазып кетті. Сол сүйіспеншілік туралы. Мынау бала туғаннан да анасына ең бірінші сүйіспеншілік сезімі туады. Содан кейін әке-шешесіне, содан кейін жаңағы ағайын туыстарына, содан кейін өзінің ауылына, содан кейін барып өзінің еліне. Сол сүйіспеншілік сезімді оны да тәрбиелейтін, оны да дамытатын, оны да сақтайтын өзінің жолдары бар. Ол мына біздің ата-бабамыздың салт дәстүрге, әдет ғұрып, тәрбиеде, үлгі-өнеге жатып отыр. Соны біз мына депутаттың ең күрделі тегі, ол мына сол сүйіспеншілік, махаббат сезімі өзінің еліне, жеріне деген. Ол енді бірінші неде отыр. Сондай сезім, одан кейін оған жаңағы шығармашылық, содан кейін жаңағы қамқоршылық, содан кейін жаңағы адамгершілігі, бәрі сол сезімнен туады. Енді осы сезімменен жаңағы өзінің ойы, санасы дамығаннан кейін, білімі дамығаннан кейін, оны іске асыру керек қой енді. Іске асыру керек, ол жерде мына адамның денсаулығы жақсы болу керек, оның күш-қуаты болу керек. Ол жаңағы қойған өзінің махаббатпен туған жаңағы өзінің ойын, өзінің жоспарын, өзінің мақсатын іске асыру керек. Сонда міне осы депутаттарды осындай бір эталон сияқты қылып елдің алдына көрсетіп, оларға содан кейін келе жатқан жастар осыларды міне үлгі-өнеге көрсетсек, сонда мына біздің мемлекетіміздің өркендейтіні содан. Сол салада мен айтайын деп едім, енді мынау сүйіспеншілік, махаббат десе біздің ел онша нетпейді. Ой, бізге білімді, кәсіпкер жақсы керек, заңгер, экономист жақсы керек дейді. Жоқ. Ниеті таза болмайды ғой. Ол мына жүрегінде не болса болмайды. Оны біздің қазақ айтады, ондайларды мына жүрегіндегі махаббаты, сүйіспеншілігі суып қалған, не болмаса азайған адамды ол бір жүрген тіреліп дейтін. Өйткені оның санасы, білімі барлығы бар, тәні сау, 12 мүшесі сау, бірақ жүрегінде жылуы жоқ. Жанашырлық жоқ. Жанашырлық жоқ. Ол жаңағы өзінің тәніне бағынады, санасы тәніне жұмыс істейді. А тәнге не керек? Оған тәнге тек қана ләззат керек. Жақсы тұру керек, жақсы киіну керек, жақсы тамақ ішу керек, жақсы неу керек. Соның құлы болып кетпесін біздің болашақ балаларымыз деген. Сол салада жаңағы Абай атамыз айтып кеткен, оны бір-ақ сөзбенен. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті деген. Сонда біз мына өзімізді жаратқан ата-анамызды, өзімізді осынға шейін сақтап келген елімізді, бұрынғы ата-бабаларымызды, оларды бізді сүйіп, өздері құрбан болып, осыншама жерді қалдырып, осыншама бізге қамқор жасап кеткен, олардың бізде сүюіміз керек қой. Парламент депутаттары, оларға деген халықтың
сенімін толық ету үшін не істеу керек? Енді парламент депутаттары қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, жұмыс жасап жатыр. Мына парламент депутаттарында да жаңағы өзіміз айтып кеткен қасиеттер болу керек. Соны кейін енді бұл жерде бұлар заң шығаратын орган ғой. Ол енді заң дегеніңіз қазір ол біздің еліміздің тағдыры. Қандай миллиондаған адамдардың жаңа бәр салада есін етіп. Сонда ол енді ол жерде сапалы заң шығару үшін, елдің жағдайын жақсартатын заң шығару болу үшін ол жаңағы өзінің халқына деген сүйіспеншілігі, екінші оның кәсіби біліктілігі. Осы екеуі бір болу керек. Ал енді ар тазалығы болу керек. Ар тазалығы болу керек, соның несі білімді сондай беріліп, содан кейін олардың мына үлкен өмірлік тәжірибесі болу керек. Бізде айтатын, ой, жастар деп. Жастар тәжірибе жоқ, аймақтарда жұмыс істемеген, өндірісте жұмыс істемеген, экономиканың несін білмейді, ешқандай неден өтпеген сынақтардан өмірдің. Ондайлар енді заң шығаруға әлі дайын емес деп ойлаймын. Жастар алдыға басу керек, олар ең қиын нелерде жұмыс істеу керек, білімге бару керек, өнерге бару керек, кәсіпке бару керек. Енді бүгін мынау депутат қандай болу керек деген сұраққа байланысты өз ұсыныс көзқарастарыңызды айттыңыз. Депутаттарымыз ескеріп жатса құба құп. Уақыт тауып келгеніңізге тағы да алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі, Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Төлеубек Мұқашев мырза. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.